Илья Ильин, Александр Зайчиков, Алмаз Өтешев. Бұл ауыр атлетика әлемінде өзінің қолтаңбасын қалдырған атақты сыр бойлық зілтеміршілер. Жоғарыда аталған спортшылар жаһан төрінде еліміздің әнұранын талай рет шырқатып, осы спорт түрінің дамуына үлес қосқан, ел атын шығарған. Бүгінгі жарыстың сыр өңірінде өтуіне де осы штангисттердің де үлесі бар дейді Ауыр атлетика федерациясының мемлекеттік жаттықтырушысы Меңдіхан Тәпсірұлы. Қызылорда өңірінде ауыр атлетика спорты аса қарқынды жоғары демалын бәріміз білеміз. Қызылорда өңірінде ауыр атлетикадан ең көп бөлімшесі бар. Спортшылар санымен де, бапкерлер санымен де республикамызда алдыңғы орында. Оның үстіне Қызылордадан бізде көптеген чемпиондар шыққан. Олимпиада әлемнің 4 дүркін чемпионы Илья Ильиннің артынан ерген Зайчиков Александр, Өтешев Алмаз, Рахат Қуаныш, соңғы жылдар шығып жүрген біздің Бекболат Рахат, Сансызбаева Айсамал, Сәулебеков, Ерасыл, осылардың бәрі біздің еліміздің мақтанышы осы Қызылордадан шықты. Сол себепті біз осы Қызылордаға жарыс өткізуге өте мақтан етеміз. Бізге мақсат қойғанымыз сондай, өйткені бұл жақта жарысты жоғары деңгейде өткізеді, мамандар жеткілікті, барлығы ауыр атлетика спортына берілген, көптеген еңбек сіңірген жаттықтырушылар, мамандар осы жақта қызмет етеді. Құрама командада бас бапкер болған адамдар бар біздің ауылда, осы Қызылордадан шығып отырмыз. 17 жасқа дейінгі зілтеміршілер арасында бастау алған бұл жарыстың басты ерекшелігі үздіктер командалық жарыста анықталады. Ерлер және қыздар бәсекесінде барлығы 20 салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаздарының есімі белгілі болмақ. Шоқтығы биік дода болғандықтан барлық қатысушылар жарыс жолына үлкен дайындықпен келгені байқалды. Жарыста бағын сынап жүлделі бірінші орыннан көрінгендердің бірі Ерсейіт Бейбарыс. 15 жастағы спортшы 55 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, жеңімпаз атанды. Яғни қос сайыста 220 келіні бағындырған. Өзім туған жерімде чемпион болғанына қуаныштымын. Ағайларыма да рахмет, ата-анама да рахмет. Осындай жетістікке жетіп жатқанымызға. Жарыстың басталуына сондай өзімнің туған жерімде чемпион болғанына қаншама еңбек болды. Олимпийский чемпион болу мақсатым. Бұйырса, сол мақсаттарға жетеміз. Алла қаласа. Айта кетейік, жарыс қорытындысы бойынша әр салмақ дәрежесінде медальдар мен дипломдар жиынтығы ойналып, сондай-ақ жалпы командалық есепте жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталады. Дүбірлі дода 13 сәуірге дейін жалғасын таппақ. Олжас Дәуіт, Нұрдәулет Шадымұрат, Алданазар Нағымет, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.